Машинаның орташа жылдамдығы. Машина бір қаладан екінші қалаға дейінгі жолды 60 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Ал кері қайтарда осы жолды 2 есе аз жылдамдықпен жүріп өтеді. Машинаның орташа жылдамдығын анықтаңдар. Берілгені V1 тең 60 км/сағат, V2 тең V1 бөлу V2-ге. V орташа жылдамдық табу керек. Шешуі. V орташа жылдамдықтың теңдеуін жазамыз. Яғни V орташа тең S плюс S бөлінген T1 плюс T2. Себебі машина қаладан барып және қайтты, сол кезде S жол жүреді және қайтарда S жол жүреді. Барарда T1 уақыт жібереді, қайтарда T2 уақыт кетеді. Содан T1 мен T2-ның уақыттардың формуласын жазамыз. T1 тең S бөлінген V1-ге тең болады, ал T2 тең S бөлу V2 болады. Есептің берілгенде V2 V1 бөлу V2 болғандықтан V2-ның орнына алып келіп қойсақ, онда 2S бөлу V1 теңдеуі шығады. Осы T1 мен T2 уақыттардың теңдеуін V орташа жылдамдықтың теңдеуіне қоямыз. V орташа тең S плюс S бөлінген S бөлу V1 плюс 2S бөлу V1. Енді осы теңдеуді ортақ бөлімге келтіріп, және қысқаратын шамаларды қысқартсақ, 2S көбейту V1 бөлінген 3S формуласы шығады. S қысқарып кетеді де 2V1 бөлінген 3 формуласы шығады. V орташа жылдамдықтың мәнін табу үшін орнына сан мәнін қойып, 2 көбейтеміз 60-ға бөлеміз 3-ге 40 км/сағат екені шығады. Есептің жауабы 40 км/сағат.